Шапағат дәрежесінен айырылу. Кеме 3 қабаттан тұрды. Бірінші қабатында ет жейтін жыртқыш аң мен құстар болды. Екінші қабатында шөп жейтін жануарлар мекендеді. Үшінші қабатында Нұхтың қауымы жайғасты. Кеменің ұзындығы 660 аршын, ені 300 аршын екен. Топан су қаптағанда кеме орнынан қозғалмай тұра берді. Нұх мұның сырын түсінбей таң қалды. Сол сәтте Жебірейіл періште жетіп, кеменің 4 бұрышына мына 4 адамның атын жаз деді. Ол Әубәкір, Омар, Оспан, Әли. Бұл кімдер деп сұрады Нұх. Бұл 4 шадиярдың есімі. Олар Әзіреті Мұхаммедке тірек болып, сенімді серігіне айналды деді. Нұх 4 есімді жазып еді, кеме орнынан қозғалды. Нұхтың Кенғам деген баласы болды. Бірақ ол Құдайын бір танымайтын надан екен. Сонысына қарамай әкесі ұлын ерекше жақсы көрді. Жер бетін топан су алғанда ол ұлын кемеге мінгізбекші болды. Бірақ Кенғам таудың төбесіне қашып, кемеге мінбей қойды. Кейін оны толқын жұтып, жан тәсілім болғанда, Нұх Құдайдан ұлының күнәсін кешіруін тіледі. Сол сәтте Жаббар хақтан ескерту келіп, «Әй Нұх, сен ұлыңа емес, барша адамзатқа жіберген елшісің. Неге жалғыз ұлыңның қамын жейсің?» деді. Нұх ағат ісі үшін Тәңірден кешірім тіледі. Құдай оны кешті, бірақ шафағат кубра дәрежесінен айырды. Ол ақиретте өзінің үмбетіне шапағат ете алмайтын болды. Иттің ырзығы. Нұх пайғамбар қарбалас болып бидай дәнін ұмыт қалдырды. Тәңірдің адам атаға арнайы берген несібесін ұмытқанына уайым шегеді. Не істерін білмей торығып отырғанда қасына ит келіп аузына тістеген бидай масағын берді. «Ырзығымды өзіммен бірге ала кірдім» деді ит. Нұх оған риза болып, «Менің ұрпағымның адал серігі, үйдің құты бол» деп басынан сипады. Нұхтың кеме жасауы. Нұхтың заманында бір алып адам болыпты, оны құж деп атайтын. Құж кесір мінезді, ешкімнің ақылын алмайтын, оң істі терісінен істейтін қыңыр екен. Ұзын бойы таудан асып, бұлттар алқа сияқты мойнына киіліп тұратын. Ол жалғыз өзі таудың үңгірін мекендейтін. Құждың бір ғана қайғысы қарнын тойғызу еді. Ішегі тәулік бойы шұрқырап тұратын. Ертелі кеш орманнан отын шауып, нәпақасын айырып жүреді. Бірде Нұх құжды шақырып ағаштарды тасып беруін өтінді. «Қарнымды тойғызсаң ағаштарды тасыйын. Осыған дейін майлы ас жеп қарным жұбанған емес. Тойып тамақ ішу маған арман» деді құж. «Айтқаның болсын» деді пайғамбар. Құж ертесіне Нұхтың ағаштарын тасып береді. Жұмысы біткен соң Нұх оның алдына бір шелпек әкеліп қояды. «Өй, мынауың жұмырыма жұқ болмайды ғой» деп құж ашуланды. «Бисмилля деп же, сонда тоясың» дейді пайғамбар. Құж болса бисмилля деп шелпектің жартысын жегенде тоқтыға білінді. Жартысын қалтасына салып алды. Қарның тойғанына мәз болып жөніне кетті. Нұх Жебірейілден «Ағаш дайын, кемені қалай жасаймын» деді. Жебірейіл періште үйректі көрсетіп, «Ана үйрекке қара». Тұмсығы үйректің мойны сияқты иіліп, алға қарай шығып тұрсын. Тұмсығы желді қақ жарып, айнымай жүзуі үшін керек. Кеменің арты үйректің құйрығына ұқсасын. Бұрылғанда оңай болады. Үйректің бауырында денесіне су дарытпайтындай май болады. Сен де кеменің астына май жақ. Сонда кеменің ағашы шірімейді деп кеңес береді. Нұх кеме соғып жатқанда жұрты жиылып келіп, «Әй ақымақ, теңіз жоқ жерде кеме не үшін керек» деп әжуалайды. Сонда пайғамбар, «Ертең Алла топан су қаптатады, құрғақ жер қалмайды. Әлі де кеш емес, қорқыңдар Құдайдан. Тәубешілді Алла апаттан аман алып қаламын» деп уәде етті деген екен. Кемені тазалау. Теңіз алыс болғасын, кеме олар үшін жат еді. Бір күні сайқымазақ кемеге кіріп дәрет сындырды. Онымен қоймай Нұх дәретхана салып жатыр деп сөз таратты.
Ел жұрт кеменің ішіне дәрет сындыруды әдетке айналдырды. Кеме зәр сасып, іші нәжіске толды. Нұх, уа тәңірім, енді не қылдым? Кеме әбден бұлғанды. Қалай тазалаймын? Деп зар иледі. Сонда Жаббар хақ, кемені кім бұлғады, сол тазалайды деді. Ертесіне шаһар халқына Алланың әмірімен Қотыр келді. Адамдар жаппай қышынып қасына бастады. Тоқтаусыз қасынып үсті бастары жосадай қан болды. Қотырға ем таппай дал болды. Баяғы сайқымазақ әдетінше кемеде дәрет сындырып отырғанда Қотырын қасиымын деп нәжісіне тайып жығылды. Сол сәтте бастап қышуы сап тыйылды. Қуанып кеткен ол елге жар салып, әу халайық, кемеде шипа бар. Кім ішіне барып аунаса, Қотырдан құлан таза айығады, дейді. Өңкей кесел кемеге лап қояды. Кірген бойда нәжіске қарамай аунай бастайды. Расында бәрі жазылып, жандары жай табады. Олар бір-біріне, бұдан бұлай кемеге дәрет сындырмайық, ауырғанда таза жерге аунайық деп оны жуып шайып айнадай қып жарқыратып қояды. Нұх Құдайдың шеберлігіне разы болады. Апаттың басы. Кеме дайын болғасын пайғамбар, уа жасаған кеме жетерліктей азықты қалай жинаймын кемеге деп сұрайды. Раббысы, құлым қам жеме, ертең мені азыққа толтырамын деді. Нұх пайғамбар ертесіне келсе, құмырсқалар аузына бір-бір дәннен тістеп кемеге тасып жатыр екен. Нұх оларға риза болып, кемеге ең алғаш құмырсқаны кіргізіпті. Азық түлік жиналғасын Нұх, топан су қашан келеді деп Құдайдан сұрады. Әйеліңнің тандырынан су шыққанда, дейді Алла. Арада көп уақыт өтпей әйелі от жағып отырғанда тандырдың түбінен сыздықтап су шыға бастайды. Нұх апаттың басталғанын бірден сезеді. Ол өзіне ерген момындарға хабар жібереді. Өзі де асығыс барлық мақұлықты жұп-жұбымен кемеге жайғастыра бастайды. Бәрі жайғасып жатқанда топан су қаптап келе жатты. Жұрт талбасалап тауға қашты. Судың деңгейі де көтеріле берді. Оған көктен нөсер қосылды. Селге сел қосылып, тасқын су шаһарды лезде шайып кетті. Алла Нұхқа әмір етіп, Нұх, менің әділ Құдай, кең Құдай деген сипатым бар. Кімде-кім соңғы сәтте тәубе қылса, оларға рахым қақпасы ашық. Ең соңғы тұрғын опат болғанша кеменің есігін жаппайсың деп бұйырды. Нұх райынан қайтқандар болса кірсін деп күтіп тұрды. Таудың ұшар басына тығылғандар кемеге жете алмай сол жерде опат болды. Топан су толық басқанда есік жабылды. Нұх пайғамбардың қиссасы. Қисса Сүл-Әмбия кітабынан. Азап шеккен халық үшін Нұх пайғамбар еді ғой. Тартқан тобыр талқысын Нұх пайғамбар еді ғой. Жұрттың қамын тілеген, қауымы үшін жүдеген, үңгірге де түнеген Нұх пайғамбар еді ғой. Үлкен апат келерін, бар жандының өлерін білген жалғыз ол ерің Нұх пайғамбар еді ғой. Жиып бойға күш тағат, түр-тұрпатын нұсқалап, кеме соққан 3 қабат Нұх пайғамбар еді ғой. Мақұлықты саналуан сыйғызып жан-жануарды, жол бастаған сәруарды Нұх пайғамбар еді ғой. Тәңірісі жер көктен надандарға керіп кеткен, топан суды селдеткен Нұх пайғамбар еді ғой. Су жайылып тандырдан, сел басқанда жаңбырдан, жүзугенді қам қылған Нұх пайғамбар еді ғой. Кемесін айдап жөнелген, қанша жерге бөгелген, қазығұртқа шөгерген Нұх пайғамбар еді ғой. Көңілі де жайланған, өмір бастап сайрамнан, тәбәрік қып айналған Нұх пайғамбар еді ғой. Адам атадан 2 түрлі ұрпақ тарайды. Бірі Қабылдың балалары, екіншісі Шештен тараған әулет. Қабылдың ұрпағы тау тасты мекендейді. Шештің кіндігінен тараған жұрт қала соғып,
жазық жерде өмір сүреді. Бір қызығы қабылдан тараған әулеттің қыздары өте сұлу болыпты. Қала тұрғындары оларға құмартып, қыздарына үйленеді. Сөйтіп жаңа бір ұрпақ өсіп шығады. Нұх пайғамбар сол ұрпақтан пайда болады. Нұхтың әуелгі аты Жәскер еді. Көп жылағасын Нұх атанып кетіпті. Оның қауымы жаманға дос, жақсыға қас болып шыға келетін кілең кер тартпа болады. Шалдарының аузының дуасы жоқ, малта езер мылжың. Ересектері ерегіс десе етегімен жата кететін. Қатындары өсек айтудан аузы босамайтын. Кісіге жала жабу үйреншікті іс болды. Жастары шетінен қыңыр қырсық. Надандықтан құтылуға тырыспайтын. Бас қосса жақсының жағасынан алдым деп мақтанатын. Жыл 12 ай өнбейтін дау қуалайтын. Қыздары күлегеш, ышқырлары бос еді. Боз балалары боқтық сөзбен сөйлеп, иба, әдептен жұрдай болды. Екі үйдің бірінде мас қылатын ішімдік дайындалатын. Той-томалақ, сауық сайран төбелессіз тарқамайтын. Түзелуге тырыспаған туыстары мен жалақор жақындарынан пайғамбардың көңілі қалады. Әбден ыза болғанда ел жұртына қарғыс айтып жібереді. Қарғыс дұғасы қабыл болып, Алла топан су жіберетін болды. Бір күні ол шаттанып тұрған ібілісті көрді. «Әй малғұн, неменеге масаттанасың?» деп сұрады. «Сенің арқаңда менің тозағым толатын болды, соған қуанып тұрмын» деген екен. «Неге олай дейсің? Мен саған қандай жақсылық жасадым?» «Сен өз еліңе қарғыс айттың, ол қабыл болып топан су келеді. Апаттан қырылғандар менің тозағыма түседі» деген екен сайтан. Мұны естіген Нұх өкініп, сабыр қылғанымда дұшпан дәл бұлай семірмес еді деп көп жыл бойы бас көтермей жылайды. Алладан халқы үшін кешірім сұрайды. Тәңірісі Нұхтың зарын естіп: «Ей Нұх, енді маған залымдар хақында ештеңе деме. Олардың бәрі суға кетеді. Олар азғындап бітті. Үлкен бір кеме жаса. Тура жолды тапқысы келетін, ниеті түзу адамдарға кеменің есігі ашық болсын» деп бұйырады. Жибрейіл періште жұмақтан шынар ағаштың дәнегін әкеледі. Оны пайғамбар таудың басына егеді. Шынар ағашы алып бәйтерекке айналады. Және Нұх одан кеме жасауға кіріседі.